Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге криптоманьяк және де біз бүгін біраз проекттер жайлы сөйлесетін боламыз. Ең біріншісі Aglet. Барлығы сұрап жатыр, жүріп ақша табу, яғни Mufti Earn проекттері. Бұл жерде екі проект болады, Mufti Earn даже үшеу. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, мен осы жерде сіздерге қалай NFT Cross розыгрышына қатысуға болатынын айтқан болатынмын. Сол розыгрыш жайлы тағы да айтамын. Одан бөлек қалай NFT Cross тегін алуға мүмкіндік бар екенін айтқанмын. Ол жайлы да тағы да кішігірім айтып кететін боламын. Одан кейін ең бірінші бізде Aglet жайлы айтатын боламын. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліңіз. Бұл жерде әртүрлі крипто ойындар және де криптовалюта жайлы ақпараттар болады. Сол үшін каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер ең бірінші болып видеоны көре аласыздар. Қараңыздар, енді ең бірінші Aglet. Aglet'тің қазір медиумына кірдік. Қараңыздар, бұл Aglet'те қазір қандай жаңалықтар бар. Aglet'те токен жайлы әзірге жаңалық жоқ. Токен листингке шығуы мүмкін, бірақ ол қазір емес. Күзге қарай Aglet'тің алтын токені листингке шығады. Қазірге әзірше бізде NFT Cross'тарға сейл болып жатыр. Яғни бізге 14 май күні осы NFT Cross'қа сейл болды. Бұл NFT Cross'ты біздің уақытпен 15-сі, яғни кеше түнде болды, 15-іне өткен кезде болды. Біз бұл жерде NFT Cross сатып алуға мүмкіндігіміз бар еді. Ол NFT Cross'ты біз тек қана алтын токенге аламыз. Алтын токен ол жерде қалай жинауға болады? Мысалы, алтын токенді сіздер ол жерде былай жинасаңыздар болады. Өздеріңіздің жүріп, сіздер білесіздер, 5.000, 10.000, 15.000 шарт жүрген сайын сіздерге коробкалар түседі. Сол коробкаларды ашсаңыздар, сіздерден кроссовкалар шығады, әртүрлі кроссовкалар шығады. Сол кроссовкаларды бізге алтын токенге сатуға мүмкіндігіміз бар. Одан бөлек тағы да бір жаңалық бар. Дәл осы Aglet'тің кроссовкасы NFT Cross'ын сатып алсаңыз, сізге осындай Aglet'тің кроссовкасын подаркаға береді. Яғни сіз виртуальный кроссовка сатып алсаңыз, сізге шын өмірде кроссовка жібереді. Айтуларына қарағанда сондай. Aglet деген жақында, яғни енді құрылып жатқан, былайша айтқанда, фирма кроссовка жасайды өздерінің брендтері, аты Aglet. Ал Aglet'тің қазіргі бастығы ол баяғы Adidas'тың директоры екен. Сол себепті де қазір өздерінің брендтерін дамыту үшін олар Mufti Earn, яғни виртуальный мета әлем жасамақшы. Одан бөлек өздерінің кроссовкаларын да шын әлемге шығарып сатуға мүмкіндік алады. Қазір токенмен 199 алтын токен тұрады осындай кроссовкалары. Өздеріңіз приложениеден көрсеңіздер болады. Кешегі NFT кроссовкалардың бәрі өтіп кетті. Және де бұндай кроссовкаларды біз қалай алсақ болады? Картада бізде кроссовкалардың суреттері болады, букстардың суреттері болады. Сол букстарды картадан жинау арқылы тапсақ болады. Мысалы, картадан сіз шығарсаңыз, осындай кроссовка подаркаға ала аласыздар. Ол бірақ редко түседі, өте қиын табу. Мен өзім шыны керек картаны біразын ақтарып, әлі ештеңе тапқан жоқпын. Тек қана әшейін кәдімгі кроссовкалар шығып жатыр маған. Менде қазір 15 шақты кроссовка бар, бірақ алтын токенге сатуға қойып қойдым барлығын. Пока біреуі ғана өтті, оның өзі 0.15 алтын токенге өтті. Мен арзанға қойып жатырмын. Одан кейін қымбатқа қойған кроссовкалар бар. Кроссовкалар білесіздер, тир 2, тир 1, тир 3, тир 4 деп мықты рангтарына қарай бөлінеді. Және де кроссовкалармен жинаған токендеріміз қазір әзірге бізге керек емес. Әзірге оны біз шығара алмаймыз, ауыстыра алмаймыз, бірақ болашақта осы алтын токенге ауыстыруға болатындай қылып жасаймыз дегендей айтып жатыр екен. Ал дәл қазіргі ол жердегі шын ақпарат, ол тек қана осы NFT кроссовкаларын сейлға шығарды. Кеше сейл болды. Примерно 2 секунд ішінде кроссовкаларын бәрін сатып қойды. Яғни бұл жерде өзінің 5000 штукқа сатылды кеше. Оның әрине 1 секундта барлығын алып қойды. Енді 21 күні болады. Біздің күнмен 22 күні түнде болады. Тоже бұл жерде тағы да сағат 4-5-терде болады азанғы. Ол кезде де 5000 кроссовка шығады сатылымға, қателеспесем. NFT кроссовкалар. Бұл NFT кроссовкалар сізге картадан жүрген кезде түсіп қалса, сіз оны не істей аласыз? Дәл қазір сіз оны ештеңе жасай алмайсыз. Бірақ болашақта OpenSea болсын, маркетплейстарға шығарып сатуға болады. Ол кроссовкалар примерно $100 айналасында тұруы мүмкін. Былайша айтқанда сізге осындай кроссовка шығарсаңыз 45 000 теңге алдыңыз деген сөз. Одан кейін үшіншісі 28 күні болады. Міне кроссовкалардың түрлері бар. Яғни біріншісі
осындай кроссовка кеше сейлға шықты. Одан кейін 21 күні осындай, 28 күні осындай. Бірақ бұл жерде дәл қазір қалай ақша табуға болатыны жайлы ешқандай ақпарат жоқ. Монета листингке шығады күзге қарай, яғни осы монетаны біз күзге қарай сатуға мүмкіндік аламыз. Бірақ NFT кросстар бізге дәл қазір ештеңе алып келмейді. Кәдімгі кросспен айырмашылығы жоқ. Бұл NFT кросстар тек қана біз маркетплейске қойып сата аламыз. Былайша айтқанда лимитированный деп айтады. Аз болады, сол үшін спрос болуы мүмкін. Және де бізге шын өмірде дәл осындай кросс бізге алып келуі мүмкін. Көргендеріңізде мына жерде значогын көрсеңіздер болады, Aglet-тің значогы тұр. Қазір бұл кроссовкалар мүмкін қазір қымбат тұрмайды, бірақ кейінірек шынымен де өте қымбат тұруы мүмкін. Қазір әрине примерно 199 сары токенді 10.000 теңгеге ала аласыздар. Мен өзім әлі шешпедім, бірақ 21 күні сейлда осы кроссовканы алуға тырысып көретін боламын. Маған шынымен алып кеп тастай ма, шын өмірде көреміз. Бірақ кроссовкалары ешқандай айырмашылығы көргендеріңізде обычный кроссовка сияқты. Одан кейін тағы да оқысаңыздар болады, осы жерде типа NFT проект, анау-мынау барлығы жазылған. Мен қазір оқып бермеймін. Және де бұл Immutable деген площадкамен жұмыс жасап жатыр. Immutable деген тоже былайша айтқан кезде Ethereum-ның мосты деп айтуға болады. Былайша айтқанда біз Ethereum-ның маркетплейстарына Immutable арқылы қоя аламыз. Но плюс-минус сондай нәрсе, өйткені Ethereum-ның комиссиясы өте қымбат, ал Immutable арқылы бізге комиссиясы копейка болады. Immutable-дің өзінің токені бар. Сол үшін Immutable негізі жас проект болғанымен, жақсы проект мүмкін бұл кросстарда өте қымбат тұрып қалуы мүмкін. Бірақ дәл қазір бұл жерде былайша айтқанда тауып жатқанымыздың барлығы ақша емес, шыны керек. Тек қана осындай кроссовка алсақ, оның өзін болашақта сатып алуымыз мүмкін. Және де Aglet проект 1 миллион адам қолданып жатыр приложениені қазіргі кезде, шыны керек өте жақсы, тез дамып жатыр. Сол үшін мүмкін қызықты бірдеңе істеуі мүмкін. Ал екінші Amaze деген бұл жерде осындай глейм болып жатыр, розыгрыш. Бұл розыгрышқа қатысу үшін бізге тек қана олардың социальный сеттеріне қосылуымыз керек. Яғни міне Amaze YouTube-тарына, там Discord-тарына, Telegram каналдарына барлығына қосылуымыз керек. 10 күннен кейін розыгрыш бітеді. Алдын айтқанмын мен 100 парасы, яғни 100 NFT кроссовка ойнатылады деп. Мысалы, қанша адам толтырдық? Дәл қазір 290 мың балл дейді. Примерно 50 мың адам қатысып жатса, соның 200 штугы кроссовка ұтып алады. Бұл кроссовкаларда проекттің дамуына байланысты қымбаттай беретін болады. Мысалы, проект Stepn сияқты болатын болса, $1000 дейін баруы мүмкін. Кроссовкалар, сіздің ұтып алған кроссовкаларыңыз. Сол себепті мүмкіндік бар, шанс бар, кішкене болса да шанс бар. Мен если шынымен ұтып қалатын болсам, осы каналда өте үлкен розыгрыш жасаймын. Маған Amaze проект қатты ұнайды. Алдыңғы видеода көрсеңіздер, Amaze жайлы тоже айтып кеткенмін. Одан кейін үшіншісі бұл жерде Step Up. Step Up дегенде мен қазір мен айтқан болатын, алдыңғы видеоны көрсеңіздер, бұл жерде тоже аккаунтымыз тіркеп, осы сайтқа Gmail-мен тіркелгеніміз үшін бізге Step Up-тың FAT деген монетасын береді. Но бұл жерде бізде мүмкіндік болады кроссовканы тегін алуға, Step Up-тың кроссовкаларын тегін алуға. Бұл Step Up-тың токені шығып қойған. Менде көргендеріңізде күніне 117 осындай балл жиналып тұрады, 127 балл жиналып тұрады. Бұл примерно жақсы ма, жаман ба білмеймін, бірақ көреміз. Bir күннен кейін шешіледі. Bir күннен кейін мүмкін маған возможность болады тегін кроссовка алуға. Бұл жерде де Step Up деген шынымен Stepn-ға былайша айтқанда прямой конкурент деп айтуға болады. Себебі Step Up шынымен жақсы дамып келе жатыр. Қазір токен ценасы 0.24 цент тұрады. Қазір мысалы бір айға қоятын болсақ, жақында шықты токені, міне 0.15 центтен шықты. Одан кейін пикында 0.71-ге барды. Одан кейін 0.09-ға дейін құлады. Кеше емес, алдыңғы күні биткоин обвал болды. Өте үлкен көп монеталар құлады. Луна скам болды. Сол кезде бұл монетада өте жақсы құлады. Қазір ценасын туралады сәл болса да. Жақсы келе жатыр. Мен тоже сатып алдым. Мен шыны керек ол жерде сатып алмадым. Қорықтым. Тағы да түсу мүмкін деп. Bir күннен кейін сәл күтіп, осы жерде сатып алдым. 0.19, 0.18, 0.19-да сатып алдым мен. Қателеспесем, примерно сол жерлерде сатып алдым. Қазір менде плюстамын. Көп емес, бірақ
бұл монетаны мен проект шыққанша ұстаймын. Проект шыққан кезде шынымен де қатты көтерілуі мүмкін. Міне менде 312 штук бар. 312 штук деген көп емес, бір примерно $60 сатып алған болатынмын. Қазір мен бұл $70 болады қазір мен сататын болсам. Бірақ қазір сатпаймын. Мен проект именно шығатын кезде спрос көп болып, токеннің саны, токеннің мысалы құны көбеюі мүмкін. Одан кейін соңғысы бұл бізде Sunflower Lands. Sunflower Lands яғни Sunflower Lands жайлы не айтамын? Sunflower Lands'тың токені шықты. Өте қатты құлады, шыны керек. Қазір көрсетіп кетейін. Жарайды, осылай деге салайық. Бұл жерде мен шыны керек $100 көбірек таптым. Бұл тегін ойын болған, қазір уже енді тегін емес болады. Міне қараңыздар. Sunflower Lands'тың токені шыққан болатын. Қазір OneInch'те обменникте көруге болады сенасын. Міне бір Sunflower 25 цент тұрады. Токен шыққан күні $0.7 дейін барды. Қазір өте қатты құлады. Және де бұл токен, бұл Sunflower Lands жайлы қандай ақпарат бар? Sunflower Lands ертең, яғни 16 күні тағы да 50.000 фирма қосылады. Былайша айтқан кезде 50.000 новый адам келеді. 50.000 жаңа адам келеді. Мен өзім Телеграмда шығарам. Сол жерде сіздер дәл осы тегін фирмаларды ала аласыздар. Бірақ қазір тегін емес уже. Қазір сіздерге оны алу үшін 10 Polygon Matic құртуларыңыз керек. Оны сіздер шыны керек бір аптада ақтап ала аласыздар. Ешқандай қиындықсыз, бірақ шыны керек қазір бұл жерден алдындағыдай ақша көп түспейді, өте аз түседі. Мына 0.68-ден 10 Polygon Matic сіздерге керек болады. Ертең мысалы сізге фирма алу керек болса, сізге $6.81 керек болады. $6.81-бен сіз осындай фирма ала аласыз. Сізде басында кішкентай фирма болады. Міне мен YouTube'дан көрсеңіздер болады. Менде тоже ең бірінші видео бар. Sunflower Lands жайлы осы жерден көрсеңіздер болады. Қалай тіркеледі, қалай кіреді, барлығы осы жерде айтылған. Ертең 50.000 фирма ашылады. Сіздер шынымен кіретін болсаңыздар, тезірек үлгеріп қалсаңыздар болады. Қазіргі токеннің сенасымен сіздер бір аптада өздеріңіздің ақшаларыңызды ақтап ала аласыздар. Даже бір аптадан аз, 2-3 күнде мүмкін ақтап ала аласыздар. Бірақ токеннің сенасы көтерілетін болса, ол деген жақсы. Ертең адам көбейіп келіп, $1 дейін мүмкін қайтадан көтеріледі. Ал қазіргі $50-60 тұрған бұл жерде әртүрлі NFT-ларды крафт етуге болатын еді. Дәл қазір ол крафттар өте арзан тұрады. Қараңыздар қазір. Міне осы Nancy деген осыны мен крафт еткен болатым, $50 саттым, $48 саттым. Дәл қазір бұл қанша тұрады? Қазір өте арзан, өте қатты түсті. Сеналар көргендеріңізде $17 тұрады. Бұл крафт ету оңай емес, бір аптадай уақытыңыз кетеді. Жалпы проекттер жайлы осы. Міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, қоңыраушаны басып, өздеріңіз сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер.